Енді өзімді де таныстырайын. Қаласы жайнаған өмір, заводы қайнаған темір. Теміртаудан бүгін асаба болайын деп арнайы келдім. Кіші жүз Шөмекей дейтін елдің ұлымын. Есімім Нұрхан. Бүгін мен жалғыз емес, қолдан келгенше құлақтарыңыздың құрышын қандырсын деп туған інім Мұқағалиды жаныма ән шығып ертіп келдім. Қолдан келгенше біз сіздерге қызмет қыламыз ағайын. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Арма, алыс жақыннан ат терлетіп келген ағайын. Қадамдарыңыз құтты болсын. Ал енді бабаларымыздың жүрген жолына қарап өтсек, қызымызға сырға салмайынша сөз салып келген, көз салып келген кісіні құда деп атамаушы едік. Бірақ ол келісімнің барлығы осы тойға дейін екі шаңырақта келісіліп қойды. Сондықтан енді ол кісілерді құда деп құрметпен күтуге әбден лайықтымыз ағайын. Олай болса қыз бергеннің назы бар деп баршанымыз назданып отырмай, құдай деген бес әріпке соңғы бір әріп жетпей, құда деген құрметпен келген жаңа туыстарымызды, арқанымызды керіп, шашуымызды шашып, қонақ жайлығымызды көрсетіп, қош келдіңіздер деп қол соғып бір қарсы алайықшы. Алған екен, құрмет қошеметтеріңізді қарсы алайық. Аса қамқор, ерекше мейірімді, әлемдердің Раббысы Алланың атымен осы қуаныштарыңызды бастайын деп ортаға шықтым. Қадамдарыңыз құтты болсын ағайын. Тойлерінің шақыртуын қабыл алып, үстеріңізге бар жақсыларыңызды киіп келдіңіздер. Бақандарыңызды түйіп келдіңіздер. Жақсы тілектеріңізді қызымызға айтайықшы деп жүректің түбіне жиып келдіңіздер. Өздеріңізді көрген тойлерінің қуанғаны болсын. Алғысын мен былай жеткізейін. Ұлдарыңыз сіздердің де тұлымды болсын, қыздарыңыз бұрымды болсын. Арнайы уақыт бөліп келген баршаңызға дәл осындай той жұғымды болсын. Қош келдіңіздер ағайын. Қазақ айтады, әйел тыныш болса, әлем тыныш болады дейді. Мына екеуіңіз тыныш болсаңыздар, мына екеуі тыныш болады. Мына екеуіңіз тыныш болсаңыздар, ана екеуі тыныш болады. Сондықтан жақсылап сіздерге бір 3 тапсырма берейік. Ол 2 балаңыздың атынан, 2 тіреулеріңіздің артынан, 200 мейманның атынан. Мәди мен Айкерімнің отау құрған 1-ші жылы бойынан ешқандай кемшілік көре алмайтында екеуіңіз соқыр болыңыздар. 2-ші жылы сіз мына кісіге Айкерімді, сіз мына кісіге Мәдиді жамандай алмайтындай бір-бірлеріңе мылқау болыңдар. 3-ші жылы осы 2 бала туралы жаман әңгіме айтып жатса мүлдем ести алмайтындай саңырау болсаңдар, 4-ші жылы Мәди мен Айкерім өздері-ақ бақытты болып кетеді. Солардың бақытына қос құда құрдастай, қос құдағи сырластай болсын, апалы сіңілде араласыңыздар. Бет сүйісіп сіздерді құшақтасып қойыңыздар. Құтты болсын. Бір қария айтып еді ата. Қазір әлемді Алла 4 адамның құрметіне ғана ұстап тұр. Ғалымның жұмысының құрметіне, әділ патшаның билігінің құрметіне, жомарттың мәрттігінің құрметіне және қариялардың батасының құрметіне келеді. Осы сіздердің баталарыңызды алайық. Қария бұл етегі қазір қазына. Осы қазыналарымыздың бірінің болмаса бірінің Алла тілегін қабыл етер деген ниетпен тойға шақырып отырмыз. Ал енді сол қазына бата тілектеріңізді бастаңыздар. Бастамас бұрын қазына. Осы екеуі уәделескеннен бері айтып жатқан тілек бақыт қой. Бақытты болыңдар деп жатырмыз Ақниеттен Сұңқарға. Негізі түсінсе бұл екеуі онсыз да бақытты. Екеуінің де әкесі тірі. Екеуінің де анасы бар. Бұдан артық қандай бақыт керек айтыңыздаршы. Ел жұрт жиылып міне Құдайға шүкір екеуінің қуанышына алыс жақыннан ауызбіршілігінің жарасқанын көрсетіп 100-ден астам мейман кеп отыр. Түсінсе бұның өзі бақыт. Дастарханда не жеймін деген уайым жоқ, жегеніміз алдымызда, жемегеніміз артымызда. Түсінген адамға бұның өзі бақыт. Ал енді мен осы бақыттың жанына тағы бір Алладан бір сөзді екеуіне тілек қосқым келіп тұр. Мынау карантин басталғаннан бері Қазақстанда 6438 отбасы ажырасып кетті деп анау Нұргезет дейтін сайт жазып жаңалықты хабарлап жатыр. Неге деген сұрақ туындайды. Олардың да ата-анасы қосылғанда дүркіретіп той жасап беріп еді ғой. Ағайыны кеп тілеулесі болып еді ғой. Бұлардың ажырасып кетуіне не жетпейді деген сұрақ туындайды. Ал енді ойланып, қазіргі 21-ші ғасырдың жастарына тек қана қанағат жетпейді, қалғанның бәрі бар екен деп отырмыз. Ал енді келін болуға сұңқар ешқандай қиындық қазір жоқ. Ана жерде ақжаулықты шешелеріміздің кезінде қазанның күйесін құмға сұқылап тазалап отырғанын көретінбіз. Аналарымыздың кір жуам деп аптаның бір күн таңдап алып, таңның атысынан күннің батысына дейін
қазанның астына от жағып су ыстық жуып жатқан көретінбіз. Қазіргі келіндерге су ыстық керегі де жоқ. Кранның бір жағын ашып қалсаң суық су, бір жағын ашсаң ыстық су ағып тұр. Бір кнопканы бассаң болды, машина кірді жуып тастайды. Келін болуға ешқандай қиындық жоқ. Күйеу балаға да солай. Қазіргі жастарымыз ажырасады тек қанағаттың жоқтығынан. Сондықтан бүгін Ақниет пен Сұңқарға Алла бақытпен бірге қанағат берсін деп тілейік. Алла Сұңқарға қанағат берсін. Бұндай азамат тек менде бар деп. Ақниет әуел бастан қабырғамнан жаратқан менің қосағым осы. Қанша жерді шарласам да Сұңқардан артық жар табу мүмкін емес деп қанағат қыл. Ертең бір бөлмеге кіріп алып, жұрттың байына қара, жұрттың әйеліне қара деп салыстыру. Ол бақытқа бармайтын жолды бағанадан бері үлкендер айтты. Алла бір-біріңе қанағат қылып, бір жастықта бірге қартаюды сендерге нәсіп етсін. Бақытты болыңыздар. Төлеңіздер. Ал Әсемнің ағасы Саяттың шешімімен бүгін дастарханға арақ қойылған жоқ. Өйткені Сәкең естіген. Адамзаттың асылы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның жеткен бір хадисте арақ ішкен адамның Алла 40 күн дұғасын қабыл етпейді дейді. Осы жерге келген барша мейман тілек айтсын, Алла барлығының тілегін қабыл етсін деген ниет жатыр. Бір күні түннің ортасында сырымдатылы атпен келе жатса, ауылдың шетінде қабарқалап кетіп бара жатқан бір ақсақалды көріп, аттың басын бұрып кеп, ақсақал ассалаумағалейкум деп сәлем беріпті. Сырымның көзіне түсіп қалған соң амал жоқ, сәлемін алады, уағалейкум ассалам деп. Ау ақсақал түн ортасында ел шырт ұйқыда жатқанда қабарқалап қайда бара жатсыз десе, ақсақал айтыпты. Мына ауылдың шетінде біреу қарбыз өсіріпті. Көзім қызығып қапқа 3-4-еуін салып кетіп бара жатыр деп. Сонда Сырым айтыпты ғой. Бұны сұрамай алғаныңыз арыңызға ұят, ұрлап алғаныңыз дінімізге ұят. Бұл дұрыс емес болды ғой, ақсақал айтқан екен, түн ортасында мені кім көреді деп. Ау ақсақал, сіздің қабыңызды емес, мен айға шағылысқан сақалыңызды көріп кеп сәлем бердім деген екен. Қазір үзілісте тығып бөлек бөлмеге кіріп алып арақ ішіп қоймаңыздар. Қанша білдірмеймін десеңіздер де екінші сода ол көрініп қояды. Қалай бастадық, солай аяқтайық. Келістік па? Иләмин, алақандарың жайыңыздар, құдалар батасын берсін. Әке шешеңнің саған жасап берген мына ұзату той ұнады ма? Ұнамаса кетті басына бастаймыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бұлай дейді. Кез келген мұсылман әкенің баласының алдында 3 қана қарызы бар. Басқа ешқандай қарызы жоқ. Бірінші қарызы анасын дұрыс жерден таңдау керек. Анаң арасың ба? Екінші қарызы перзентіне дұрыс есім қою керек. Сұңқар деген атқа арасың ба? Үшінші қарызы перзентіне дұрыс тәрбие беру керек. Әкенің берген тәрбиесіне разысың ба? Басқа ешқандай өтпеу жоқ. Алмас Алматов деген қазақтың жырын жырлап жүрген, насихаттап жүрген азаматы қазақ әкенің тағы перзентінің алдында 2 қарызы бар деді. Ұлы үйленсе шамасы келгенше тойын жасап елге некесін жариялау керек, қызы ұзатылса жасау керек деді. Осы перзенттің алдында 5 қарыздан толық тұрған 4-еуіне толық тозды тағы қойып қойшы.